Енді тарих бетіне қарайтын болсақ, әр жылдың өзінің тарихта алатын орны ерекше. Былтырғы 2015 жыл бәрімізге белгілі. Бұл үлкен жыл болды. Оның сүбелісі қазақ хандығының 550 жылдығы үлкен датаны атап өттік. Енді мынау елімізге, жерімізге аяқ басқан 2016 жылдың да өзіндік орны бар. Тарих үшін, тарихшылар үшін, зерттеу үшін ең бастысы бұл Қазақстанның тәуелсіздігінің 25 жылдығы. Елімізге 25 жыл болыпты. Осыны бір айтулы деңгейде атап өту тарихшылардың да, саясаткерлердің де, жалпы мемлекеттің үлкен міндеті деп ойлаймыз. Сонымен қатар биылғы жылы осы қазақ үшін шырылдап, өзінің үлес қосқан үлкен қайраткерлердің де мерейтойы, соның бір бірегейі Әлихан Бөкейханның 150 жылдығы. Осыған да біз үлкен ойларымыз бар, әртүрлі шаралар өткізу жөнінде. Тарихта өзінің орнын қалдырған кешегі кезеңдегі, бүгінгі кезеңдегі үлкен оқиғаларды айтып кету керек. Соның бірі мына 1916 жылы кешегі патшаның жарлығымен қазақты қырғынға ұшыраған 16 жылы көтеріліске биыл 100 жыл толып отыр. Осыны атап өтпек ойымыз бар. Сосын кешегі кеңестік дәуірдің бір үлкен қатыгез саясаттың көрінісі болған 1986 жылғы желтоқсан оқиғаларына 30 жыл толып отыр екен. Осының бәрі тарихшылардың көзқарасының аясында. Ал енді өзіміздің мына университетке қатысты оқиғаны айтатын болсақ, біздің Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетіне биыл 20 жыл толып отыр, ұлттық университет болып құрылғанына. Сонымен бірге осы өздеріңіз бүгін қонақ болып отырған тарихшылардың басын біріктіріп отырған тарих факультетіне 30 жыл толады. Осының бәрі әрине бірінші кезекте біздің назарымызда, біздің назарымызбен бірге осыны бірігіп атап өтетін, соған өзінің атын салысатын біздің студенттер, магистранттар, докторанттардың назарына әр сала бойынша біздің жоспарланған жоспарымыз бар. Амандық болса, соны осы баспасөз бетінде сіздер арқылы көрсетіп халыққа жариялауға тырысамыз.